Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve bihi yesta'in as-salatu was-salamu ala rasulihi karim ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Assalamu alaikum құрметті жұма уағызы бағдарламасының тұрақты көрермендері. Біз бүгінгі дәрісімізді ислам тарихында әділетті халифа атымен танымал әйгілі сахаба Омар радиаллаху анхудың өнегелі өмірі жайлы әңгімелеуді жөн көрдік. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам Омар радиаллаху анху жайында үш түс көреді. Бірінші түсі имам Бұхари мен имам Муслим жеткізген хадисте Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: ұйықтап жатқанымда түсімде көйлек киген адамдарды көрдім. Олар маған келіп көйлектерін көрсетіп жатты. Кейбіреуінің көйлектері шолақ, кеуделерінен аспады. Кейбірінікі одан да қысқа. Солардың ішінде Омар радиаллаху анху да өз көйлегін көрсетті. Оның көйлегі ұзын, тіпті жерге сүйретіліп тұрды, дейді. Сонда сахабалар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан түсті қалай жорығанын сұрайды. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам былай жауап береді: дін, Омардың діні оның бүкіл денесін жапты. Ислам бүкіл кемшілігін жапты да оны көркем көрсетті. Оның аузынан тек шындық қана шығатын болды деген екен. Екінші түсі Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам былай айтқан екен: мен ұйықтап жатқанымда түсімде маған ыдыспен сүт берілді. Одан іштімде қалғанын Омар ибн Хаттабқа бердім, дейді. Сонда сахабалар Пайғамбарымыздан сұрайды: түсіңізді қалай жорыдыңыз, Алланың елшісі, дейді. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай жауап береді: Субханалла, бір адамға білім мен дінді Алла бірге берді, деген екен. Алла елшісі саллаллаху алейхи вассаламның үшінші түсі Омар жайында көрген Бұхариден жеткен хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: мен ұйықтап жатқанымда түсімде өзімді жәннатта көрдім. Жәннатта бір әйел үлкен бір сарайдың жанында дәрет алып жатқанын көрдім де, бұл сарай кімдікі деп сұрадым. Сонда әлгі әйел бұл Омар ибн Хаттабтың сарайы деп жауап берді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан осы хадисті естіп отырған Омар радиаллаху анху жылап жібереді. Аббас Лақат былай дейді: Омар мен Әбу Бәкір радиаллаху анхудың айырмашылығы, Әбу Бәкір Пайғамбарымызды саллаллаху алейхи вассаламды жахилет кезінен, яғни исламға дейін танитын болса, Омар Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлық келгеннен кейін білді, деген екен. Омар қолына бір дүние түссе, кедейлерге түгелдей үлестіріп беретін. Осындай мүміндер халифасының шапанында 14 жамау болған. Күн бата салысымен Мәдина халқының жағдайын білуге асығатын. Адамдар тәтті ұйқыда жатқанда халифа Омар халықтың қамын ойлап жұмыс істейтін. Омар бір күні түнде халықтың жағдайын білуге ел ішін аралап шығады. Жанында Әсләм атты көмекшісі бар еді. Екеуі тақап бір үйге келсе,
үй ішінде жылап отырған балаларды көреді. Ал бөлменің ортасында оттың үстінде қазан тұрғанын байқайды. Омар үйге кіріп, Алланың құлы, мына балалар неге жылап отыр? Деп әлгі әйелден сұрайды. Сонда әлгі әйел балалардың аш екенін, ал қазандағы суды қайнатып, оларды ұйықтап қалғанша алдап отырғанын айтады. Мұны естіген Омар жылап жібереді. Ол қазынадан ұн, май, құрма, киім, ақша алып жанындағы Әсләмаға, мына қапты менің арқама қойып жіберші дейді. Сонда Әсләм былай дейді: уа мұсылмандардың әмірі, мен арқалап апарайын дегенде Омар: Әсләм, бұл қапты мен көтеремін. Себебі қияметте олар үшін сен емес, мен жауаптымын дейді. Омар радиаллаху анху қапты әлгі әйелдің үйіне алып барып, тамақ дайындап, қазанның астындағы отты үрлеп жатқанда, Омарды көрген көмекшісі былай дейді: мен оның сақалының арасынан шығып жатқан түтінді көрдім. Ол асты ыдыстарға құйып, балаларға тойдырғанша берді. Омар бин Хаттабтың кезінде Әмір ибн Ас Мысыр елінің басшысы болып тұрған кезінде Омарға сол елдің бір адамы келіп: уа Омар, мен өзіңнен көмек сұраймын. Маған Әмір ибн Ас қамшысымен дүре соқты дейді. Сонда Омар Әмір ибн Асты өзіне шақыртады. Омар әлгі мысырлыққа: қолыңа қамшы алды, сені қалай ұрған болса, сен де Әмір ибн Асты солай ұр дейді. Міне, бұл Омар радиаллаху анхудың әділдігі еді. Хижраның 18 жылы елде қатты жұт болып, халық аштан қырыла бастайды. Сол кезде Омар кедей-кепшіктерге көмек көрсетіп, өз қолымен тамақ үлестіреді. Жұма күні Омар радиаллаху анху жамау шапаныменен мінберге шықты. Құтпа айтып тұрғанда іші аштықтан шұрылдай бастайды. Сонда Омар өз ішіне қарап: құрылда, құрылдама, бәрібір мұсылмандардың балалары тоймай, саған тойы жоқ дейді. Бір күні Омар жамағатпен тілек намазын оқып, жылап тұрып, Алла тағалаға дұға етеді. Дұғасы аяқталмай жатып, жаңбыр себелей бастайды. Мединеде қайта тіршілік басталады. Бірде Кесари патшасының кеңесшісі Әл-Хармазан үстіне жібек, қолына алтын тағынып, үлде мен бүлдеге оранып, Омармен жолығуға Мәдинаға келеді. Адамдардан Омардың сарайы қайда деп сұрайды. Сонда мұсылмандар: Омарда ешқандай сарай жоқ деп жауап береді. Онда үйі қайда деп сұрайды. Сонда мұсылмандар балшықтан тұрғызылған бір кішкене үйді көрсетеді де: міне, осы халифаның үйі дейді. Сонда Әл-Хармазан: оның күзетшілері қайда деп сұрайды. Мұсылмандар: оның күзетшілері жоқ деп жауап береді. Ал Хармазан Омардың үйіне есігін қақты. Есікті халифаның ұлы ашты. Ұлы әкесін мешіттен табатын Хармазан қайтады. Әлгі патшаның шабарманы мешітке келсе, ауладағы талдың астында, шапанның астына төсеп, Омар ұйықтап жатыр екен. Мұны көрген Әл-Хармазан өз-өзіне сұрақ қояды: расында бүкіл араб түбегін жаулап алған Омар деген осы халифа ма расында деп. Қалайша талдың астында ұйықтап жатыр дейді. Халифалығының соңғы жылында Хазіреті Омар халықтың алдына шығып былай дейді: егер мен біреуге зұлымдық істеген болсам, міне мен алдарыңда тұрмын, ақыларыңды қайтарыңдар. Егер мен біреудің малын жеген болсам, міне малым, ақыларыңды алыңдар. Егер мен біреудің қанын төккен болсам, міне денем, хаққыларыңды алыңдар деп мінберден түседі. Халифаның тыңдап тұрған мұсылмандар көздеріне жас толады. Өйткені
Омардың қоштасып тұрғанын сезеді. Бұл Хазіреті Омардың ең соңғы жұмасы және ең соңғы құтпасы еді. Омар радиаллаху анху ұйықта жатып бір күні түс көреді. Түсінде бір әтеш келіп, Омарды шоқи бастайды. Ұйқысынан тұрып, сахабаларға былай дейді: мені жат жұрттық өлтіреді дейді. Омар таң намазында Фатиха сүресін оқып болып, өзі жақсы көретін Жүсіп сүресін оқи бастайды. Қайран Жүсіп деп күйіктен көздері ағарып, сонда ол қасіреттен іштен тынды деген аяттың сол жеріне келгенде Омар еңкілдеп жылап жібереді. Үйіп тұрған мұсылмандар да қосыла жылайды. Содан кейін рукукке барғанда Абу-Лүлүва әл-Мәжуси, отқа табынатын Абу-Лүлүва халифаның бірнеше жерінен пышақ салады. Жамағаттың көбі мұны байқамайды қалады. Тек Абдурахман бин Ауф имамдыққа өткенде ғана бірдеңенің болғанын сезеді. Намаз аяқтаған соң мұсылмандар: Омарға не болды? Біздің халифамыздың дауысы естілмеді ғой дейді. Халифа қатты қиналып тұрғанына қарамастан: мені кім жаралады деп сұрайды. Өзіне пышақ сұққан адамның мұсылман емес екенін білгенде Омар: Аллаға сансыз мақтаулар болсын, мені өлтірген өмірінде сәжде жасамаған кісі екен деп дейді. Намазды оқып бітіре алмадым ба деп сонда Омар сұрайды. Намазды аяқтай алмағанын түсінген Омар бір бар күшін жинап орнынан тұрғысы келеді. Оның бар ойы қалайда намазды аяқтау болатын. Өйткені ең қымбат қазынасы да намаз еді. Өлім аузында жатып, халифалығы не бала шағасы, дүниесі жайында Омар сұраған жоқ. Мұсылмандар басшысын үйіне алып келеді. Басына жастық қойғанда Омар былай дейді: басымды топырақтың үстіне қойыңдаршы, мүмкін Алла тағала маған рахым етер дейді, деп көзіне жас алады. Жас алып былай дейді: патшалығы мәңгі таусылмайтын Раббым, патшалығы уақытша болған бізді кешірігер деп Алла тағалаға дуа етеді. Халифа жақындары мен балаларын шақыртты. Олардың барлығы үйге жылап кіреді. Хазіреті Омар ұл қыздарының беттерінен сүйіп қоштасады. Омармен қоштасуға Ибн Аббаспен бірге Али де кіреді. Қос жанарына жас толған Али Ибн Аббасқа сүйеніп әрең тұрады. Омар радиаллаху анху пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам былай деген болатын дейді: дүниеге ең алғаш мен келдім, сосын менен кейін Абу Бакр радиаллаху анху келді. Одан кейін Омар келді. Бұл жалғанмен бірінші мен, кейін Абу Бакр, содан кейін Омар қоштасады деген екен. Омар өлім аузында жатып, мені қайда жерлейсіңдер деп сұрайды. Сонда мұсылмандар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанына жерлейміз дейді. Омар: мен қарапайым мұсылманмын, әуелі Айша радиаллаху анхадан рұқсат сұраңдар дейді. Мүміндер Айша анамыздан Омарды екі досының жанында жерлеуге рұқсат беруін сұрайды. Сонда Айша анамыз былай дейді: бұл орынды өзіме сақтаған едім, бірақ Аллаға ант етемін, Омарға осы орынды бердім дейді. Омарды кебіндеп жаназасын оқуға жиналған Али былай дейді: уа Омар, мен Алланың алдында тек сенің амалыңдай амалмен барғым келеді дейді. Мінеки, құрметті көрермендер, біз Омардың өмірінен осындай ғибратты оқиғаларды байқаймыз. Алла тағала біздерді де осы өмірде тақуа құлдарынан еткей. Әмин.